Компьютер жатады. Қажет қой, керек запись. Жақсы, қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Есімім Мақсат Дулат, тегім Тілеухан, жасым 28-де, Алматы қаласынан боламын. Бізде мына жалпы бүгінгі тақырып өте қарапайым базаны талқылаймыз. Яғни ең бірінші мына жерден сұрап өтейін, записта көріп отырған кісілер болсын, жалпы онлайнда көріп отырған кісілер болсын, жалпы мына трейдингта жүргендеріңізге, именно Форекс, соның ішінде алтында жүргендеріңізге қанша уақыт болды? То есть 2 ай болды, осындай болды деп жазыңыздар. Егер бұл видеоны записта көріп отырсаңыздар, сол видеоның астына комментарийға жазыңыздар. Менің айналысып жатқаным алтынға осынша уақыт болды деп. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, плюстасыздар ма, минустасыздар ма? Вот осы нәрсені жазып өтсеңіздер, міне осынша уақыт болды айналысып жатқаныма, және мен минустамын, плюстамын деген нәрсені. Сіздер әзірше жаза беріңіздер. Бүгін біз талқылауымыз керек нәрсе бұл жалпы нарыққа кіру барысында take profit, stop loss, БУ деп мен чатта жазып атам. Оны байқайтын шығарсыздар. Бірақ көп жағдайда сондай мелочный нәрселердің өзін біз көп жағдайда қателесіп қалып жатамыз. Жалпы мына трейдинг деген нәрсе өте оңай нәрсе. Кім байқады, анализ жасайсың, примерно келіп тұр четко. Сен кірмей қаласың да потом, міне мысалға көтерілді, и сен түсетіндігін көріп тұрсың, четко зона бар, имбаланс бар, барлығы бар, и сен түсетінін көріп тұрсың, сен кірмейсің. Сосын ең түсіп бастаған кезде кіре қалсаң, ана көтеріп кетеді. И сен стопыңды алады да потом сенің ойлаған жерге дейін тейк профитқа жетеді. Көп жағдайда сондай болып жатады. Көбіне. Вот неге? Өйткені анализ жасау трейдингта бұл оңай нәрсе. Анализ деген нәрсе бұл бірінші орында тұратын нәрсе емес. Анализді үйрену оңай. Бірақ трейдингта нақты табысқа жету, нақты табысқа шығу үшін негізгі біздің үйренуіміз керек нәрсе ол риск менеджмент, жаңағы риск менеджмент, финансовая грамотность дейді, лотты дұрыстап лот сайз дейді, стоп лосты дұрыс қою, жай ғана әшейін солардың пипстарын қою, дұрыс точка входадан кіру, қайта кіре бермеу деген нәрселер ғана бір 5-6 ақ ереже бар. Сол 5-6 ақ ережені сақтайтын болсақ, негізі профиттамыз. Бірақ біз сол 5-6 ережені ғана 5-6 демесек те болады, бір 1-2 ақ ереже ғой, риск менеджмент сақтау, соның ішіне кіреді жаңағының барлығы. И лот сайз, лотты дұрыстап есептеу, ол да оп оңай, бір жарты сағатта үйреніп алатын нәрсе. Бір сол 2-ақ нәрсені сақтамағанымыз үшін көп жағдайда біз минусқа кіріп жатамыз. Байқайсыздар ма? Енді ол нәрсені қазір мен кішігірім айтып өтемін, но мен айта бергеннен одан пайда жоқ, но барынша жеткізуге тырысайын. Иә, менде 1 ай болды дейтін жақта бір кісі жазып отыр. 1 ай бойы минус болып $1000 болдым, келесі 1 ай енді плюс болып жатырмын, барлық минусымды қайтардым, бөлек плюс $100 пайдадам. Бұл өте керемет нәрсе, мен құттықтаймын. Енді осы жерге жазып өтсеңіз болады, айтып өтсеңіз болады, неге сізде минус болды, неге қазір плюсқа шыға бастадыңыз деген сияқты. Мен ең алдымен жалпы біздің чатта мен қай уақыттан бастап сигнал береміз, қай уақыттан бастап сигнал азаяды, қай уақытта көп болады деген нәрсені айтып өтейін. Жалпы бізде сигнал таңғы сағат, мен өзім 4-те тұрамын, рынокқа кіремін, сөйтемін де анализ жасаймын. Байқаған шығарсыздар, анализ жіберіледі, одан кейін күтеміз, жарты сағат 1 сағаттың ішінде подтверждение шығатын болса, алғашқы ТВХ-лар таңғы 5-6-ның төңірегінде жіберіледі. Оған дейін бір анализ жасай өтемін. 5-6-да егер ТВХ әдемі шығатын болса, кірдік, кірмейтін болатын болса, күтеміз, тағы 1-2 сағат күтіп қалуымыз мүмкін, мүмкін 4 сағат күтіп қалуымыз мүмкін. Одан кейін, яғни бұл азиатский рынок пен австралийский рынокты күтеміз. Сосын сағат 11:30-12-лерге таман бізде Франкфурт кіріп бастайды. Франкфурт кіріп бастаған кезде тағы да әдемі ТВХ-лар болады негізі. 12-нің кезінде, 1-дің кезінде тағы да 1-2 ТВХ беріледі сіздерге, байқасаңыздар. Ол кезде де кіруге болады. Сосын келесі ТВХ максимум Лондон кірген кезде, Лондонның кезінде ол сағат 3-тің кезінде, 2-нің кезінде біз Лондонға байланысты 1-2 ТВХ береміз. Сонда күніне негізі орташа ең аз дегенде 2, әйтпесем 4-5 ТВХ беріледі. Әрқайсысы бізде байқасаңыздар кемі 100 пипс, әйтпесем 150, 200, 300 пипсқа дейін беріліп жатыр. Енді точка входа берілді, мысалға чатқа жіберіледі. Мен примерно қай уақыттарда точка входа берілетіндігін айтып отырмын. Енді сіздердің жұмыстарыңыз, енді жай ғана біздің сигналға қарап өтпей өздеріңізде анализ жасап отыратын шығарсыздар. Сондықтан не істейміз? ТВХ-ға дейін примерно анализ қарап отырамыз. Примерно тік сообщение келді, осындай да сигнал, осындай уақытта мен кірдім деп жазамын. И осындай take profit, осындай стоп лосс деп жіберемін. Қараймыз, окей. Ең бірінші кіргеннен кейін, то есть мысалға мен демонстрация экрана жасайын, сол кезде более түсінікті болады. Иә, совместный доступ со звуком. Менің экраным көрініп тұр ма? Айтып жіберіңіздерші, бір кері байланыс беріп жіберсеңіздер, экран көрініп тұрған жоқ.
Көрініп тұр ма? Көрінбей тұр ма? Ханымдар мен мырзалар. А, көрініп тұр, иә? Қазір бірінші давайте былай жасайық. Телеграмға кірейік. Былай қарай жаба салайын. Сөйтейік те бүгінгі күнді бастайық. Бүгін таңертең айтылды. 4082 тесе алмаса шорт қарауға болады. Сосын әзірше нарықтың басы 4050-55-тен лонг қарастырсақ болады дедік. 4082-ден тесе алмаса шорт қарасақ болады деді. Яғни екі сигнал берілді. Таңғы сағат 4-те. Одан кейін мен уже сағат 9:50-де кірдім. Яғни телеграмға кірдім. Екі ТВХ жіберіліпті. Енді даже график жіберілді. Примерно осылай деген сияқты қараймыз. Мына жерде 4050, мына жақта 4082. Окей. Енді графикқа кіреміз. Міне, бүгінгі күн примерно мына жерден басталды. Мына жерде тұрған кезде біз сигнал беріліп бастады. Примерно мына жерлерде, иә. Рынок келді. Қанша? Міне, 4056, 55-ке барды, қайтты. Екі рет қайтты. Окей, мына жерден, значит, точно входға кіруге болады. Примерно 4082-ге дейін баратын білесіздер, өйткені оған дейін айтылды. 4055-тен кірдіңіздер, ал уже 65-тен 100 пипс болды. Мына жерден тек профит қойсаңыздар болады. Міне, 2-3 свечамен бір жарты сағаттың төңірегінде сіздер уже 100 пипстарыңызды алдыңыздар. Окей, тамаша. Енді 4080-ге барды. Енді 82 деп айттық, нақты өзіміздің линиямыз бар, сопротивление, да? 4082-ге барды, қайтайын деп тұр. Екіншісінен қайтайын деп тұр. То есть мына жерден тағы да кірсеңіздер. Кірдік, екінші точка входа тық, бардық 100 пипсімізді алдық деген сияқты. Яғни точка входаны примерно берілді ма, примерно сол зонада свечалар, рынок өзін қалай көрсетіп жатыр, соған қарауға. Бұл бірінші сигналдың түрі, бұл анализға байланысты рынокқа кіру. Екінші бізде точка входа беріледі, байқасаңыздар. Қалай жіберілді бізде одан кейін 4100, 4095-те sell зона дедік. 80-де алғашқы take profit. Енді ол қалай? Қараймыз, графикқа кіреміз. 4100 ол бізде примерно үшінші сигнал. Міне, 4100 дегеніміз қайда? Міне, 4100-ге жетпепті. То есть 4100-дің төңірегіне жақындады. 4100-дің төңірегіне қарай жақындады. Біз қаншамен қанша дедік? 4100 бен 4095. Окей, 4098-ге бір барып келді. 97, 96, 95-ке түсті. 95-те тұрды. Окей. Мына жерден кіріп үлгерсек, үлгердік. Үлгермесек, ол түсті, қайттан көтерілді. Перезаход бола ма деп чаттан сұралды сол кезде. Я, перезаход болады дедік. 95-тен қайтадан түсті. Қаншаға дейін түсті? 80-ге дейін түсті. А бізде take profit қанша? Біз 80-ге дейін, да? Қараймыз. 80-ге дейін take profit алдық. Тағызда, то есть примерно 150 пипс бізде take profit бар. Енді бұл жерде маңызды нәрсе бар. Қараңыздар. 4095-тен кірілді деді ма, значит 93-тен, 92-ден кіре салу жоқ. Егер олай жасайтын болсақ, біз жоғалтамыз. Бұл маңызды бірінші қағида. Екінші нәрсе, міндетті түрде стоп-лосстың қойылуы. Егер стоп-лосс қойылмайтын болса, мен де қателесу мүмкін, әрдайым айтам, сол кезде сіздер депозиттарыңызды слив жасау ықтималдығы жоғарылайды. Сондықтан стоп-лосс қойылады. Стоп-лосс қойылғаннан кейін take profit 1, take profit 2 деген нәрсе бар. Take profit мысалға 4080-ге жақындайын деп тұр уже. Мысалға 4007 графикті ашайық. Мысалға келді. 95-тен түсіп келе жатырық. Мысалға 90, 88, 87 уже 85-ке жақындағанда 100 пипс алып қойдық мысалға. Өйткені 95-тен кірдік қой. А мен 80-ге барады дедім мысалға, да? Сіздер егер до конца шыдағыларыңыз келсе, примерно, то есть алғашқы 95-тен кірдік, 88-87-ге келген кезде сіздердің стоп-лосстарыңыз 110-да тұр ғой, соны жылжытасыздар. Точка входа 95 болса, сіздер 96-ға примерно 95 болатын болса, примерно 94-ның ар жақ бер жағына стоп-лосстарыңыз жылжыттыңыздар. Бұны без убыток немесе минуспен шықпау дейді. Қайтып кетіп жатса, минуспен шықпайсыздар. Окей, график мына жақта уже арай 89, 88, 87, 85-ке жақындады. А бізде take profit 100-де тұр, 80-де тұр. 85-ке келген кезде уже 85-тен асып, 84-83-ке баратын болса, стоп-лосстарыңызды 100 пипстан асқан кезде, 120-130 пипс болған кезде 100 пипсқа қойасыздар. Бұл вообще шикарный ситуация. Не үшін? Өйткені 130 пипс уже беріп тастады, сіздер 100 пипсқа стоп-лосс қойып тастадыңыздар. Плюсқа. Қайтып кететін болса,
жүз пипс алдыңыздар. Қайтпай до конца баратын болса 150 пипс аласыздар. Яғни без убыток take profit деген нәрсе, стоп лосс деген нәрсені осылай контрольда ұстап отырмасаңыздар, дұрысынан кірмесеңіздер, бүгін чатта, алдында да чатта талай байқадым, без убыток ұстап қалдым. Без убыток ұстайтын этап момент емес кездерде кейде без убыток ұстап қалып жатады адамдар. Сондықтан бұл маңызды момент. Сосын келесі тағы да бір маңызды нәрсе, кірген кезде мысалға депозит қанша. Давайте чаттан сұрайыншы, осы жерде кімде депозитінде қанша ақша бар, общий кімде қанша ақша бар, қандай ақшамен мынау шорт па дейді. Жаңағы айтылған нәрсеміз, шортты біз талқыладық. Міне біз 95-тен кіреміз деген сигнал болды, 95-тен кірдік, сөйттік те біз 80-ге дейін барады дедік, 80-ге барды. Бірақ 85-тен біз уже алғашқы тейкімізді ала бастаған кезде, то есть мысалы 83-ке барғанда без убытокқа біз 80-ге қойып, 85-ке қойып тастасақ болады. Сонда минимум 100 пипс, а так 150 пипс алуға болады деген сияқты. Шикарный ситуация, солайынан жасап отыру керек. 50 доллар дейді. Аха, 50 доллар депозит. Тағы кімде қанша депозиттеріңіз қанша? 50 доллар деген ол енді бастапқы этапқа жақсы да шығар, бірақ оны жоғалтам деп уже ойлай салсаңыздар да болады, өйткені 50 доллар көп жағдайда жетпейді. Егер 50 доллар болса, 001 мен стоп лосс 100 пипспен қанша сделка аша аламыз? Сіздерге сұрақ. Вот осы сұраққа жауап беріңіздерші. Егер 50 доллар болатын болса, 001 мен лотпен қанша біз сделка аша аламыз? Күніне ма? Жоқ, жалпы. Жалпы. Қанша сделка аша аламыз? Общий. Бір екі сделка. Окей, хорошо. Бір сделка. Енді қараңыздар. 50 доллармен біз егер кейде кім былай жасайды? Разгон жасаймыз ғой кейде. 3-4 сделкадан ашады. Оны мен де жасаймын, оны сіздер де жасайсыздар. Бірақ оны жасаған кездің өзінде де есеп қисап болу керек. Мысалға, бізде депозит 50 доллар болатын болса, біз подряд 3 сделка бір точка входадан ашатын болсақ, бір жерден, то есть подряд 3 сделка аштық. И стоп лосс ұстайтын болсақ, бізде не болады? Бізде 30 доллар күйіп кетеді. Дұрыс па? Сонда депозитте 20 доллар қалады. Ол кезде не істейміз? Жылаймыз. Сондықтан депозит 50 доллар болатын болса, вообще бір сделкадан артық керек емес. Депозит 100 доллар болатын болса, сіздер 10 стоп лосс ала аласыздар максимум. То есть подряд 10 стоп ала аласыздар. Егер 10 стоп ала алатын болсаңыздар, максимум, то есть 2-3 сделкаға кірсеңіздер, то есть сол сделка стоп болатын болса, сіздерде уже депозит 70-ке түседі. Сондықтан стоп лоссты дұрыстап қоймасаңыздар, ертең ақша күйіп кетті, трейдинг жұмыс жасамайды, сигнал дұрыс емес деген нәрсе болмау керек. Бұл маңызды қағидалардың бірі. Өйткені жоғарыда чатта да байқаған шығарсыздар, адамдар мен стоп лосс алдым, мен осындай болды, басында ақшам жоғалттым. Мен де өзім де басында ақшам жоғалттым. Өйткені маған осы правилалар, осы қағидалар айтылды. Әрине мен не істедім, тыңдаған жоқпын. Мен үлкен лотпен кірдім, рисковать еттім, 200 сделка, 4-5 сделкаға кірдім. И сөйтіп аяғында слив, сосын тұрдым, ойладым. Слив жасай бергенше асықпай бір кішкене депозитімді көтеріп алайын. Көтеріп алғаннан кейін ақырындап өсіреміз деген сияқты. Лот бойынша әңгіме осы. Без убыток бойынша айтылатын нәрсе осы. Take profit бойынша айтылатын нәрсені айттым деп ойлаймын. И стоп лосс бойынша да айтылатын нәрсені айтылды. Енді жалпы өздеріңізде қандай сұрақ бар? Бүгін бізде негізі кішігірім сұрақ жауап мақсатында и take profit, без убыток, стоп лосс деген нәрсе бойынша соларды түсіндіру негізгі ой болған. Өйткені без убыток алып қала берем, без убыток алып қала берем деген нәрсе жақпай кетті мен өзіме көбіне. Сондықтан қазір мен чатқашы, сіздерде, если что, микрофондарыңыз қоссаңыздар болады. Бір-бірлеп қолдарыңызды көтеріп, микрофондарыңызды қосып, асықпай сөйлессек болады. Мен демонстрацияны әзірше өшіре тұрайын. Түсінікті болды ма? Без убытокқа қалайынан дұрыс қоятындығы, қанша пипспен қалай расчет жасайтынымыз, take profit, stop loss деген нәрселер түсінікті болды ма? Соны жазып өтіңіздерші осы жерге. Запись сақтала ма дейді. Запись сақталады, иә. Запись сақталады, чатқа жібереміз, оны алдында айттым. Запись стоп лосс ТВХ-дан төмен бола ала ма? Давайте былай жасаңыздаршы. Сіздер прям қазір, мына эфир бітеді ғой. Эфир біткеннен кейін мен сіздерге бір запись экранымен примерно тағы да бір нәрсені түсіндіріп көрсетем. Мынау былай деп. Сол бойынша сіздер жасайсыздар. Көріңіздер. Яғни
басып шұқылаңыздар демо счетпен, реальный счетпен емес, демо счетпен. Стоп лосс твх-дан төмен бола алады. То есть біз мысалға мына точкадан шортқа қарай ашатын болсақ, төменге қарай стоп лосс жоғарыда, тейк профит астында ғой, и 100 пипс жүрді, тік стоп лоссты аламыз да тура мынаның үстіне қойып қоямыз, астына дейікші, тура астына қарай қойып қоямыз, стоп, қайттан қайтып отқан кезде хотя без убытокпен қайтамыз. Енді 130 пипс уже плюс болып тұратын болса, стоп лоссты 100 пипсқа қоямыз да, ана жақта уже күтеміз тейк профит примерно 140-150 пипста тұратын болса тейк профит күтеміз. Тейк профит алатын болса шикардос, алмайтын болатын болса стоп лоссты алса тоже шикардос, өйткені 100 пипсімізді алып қойдық деген сияқты. Түсіндіре алдым ба? Жауап бере алдым ба? Бақытгүл ханым, сабақ жайлы кімге хабарласса болады? Телеграм осы чатқа жазыңыздар. Общий чат аштық қой, сол чатқа жазыңыздар. Сол чатта біз сабақ бойынша айтамыз, именно форекс бойынша. Хорошо? Сосын чатқа пипс деген не дейді? Қайыр манат, иә? Пипс деген өлшем бірлік, попроще былайынан көрсете салайын. График көрініп тұр ма, маған бір айтып жіберіңіздер? Көрініп тұр, көрініп тұрған жоқ деп маған. График көрініп тұрса, я десаңыздар, мен тексере салайын. Өте жақсы түсіндірдіңіз. Окей. График көрініп тұр ма? Или көрініп тұрған жоқ па? Экран көрініп тұр ма менің? График жоқ дейді. Серьезно? Қазір басынан анда. Поделиться, экран. Там. Менің экраным көріну керек. Енді айтыңыздаршы, экраным көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па? Көрініп тұреді ғой дейді. Бәсе көрініп тұрған сияқты еді ғой. Жоқ дейді. Көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ. Негізі көріну керек. Бәсе? Хорошо. Сұрақ бол, пипс деген не? Пипс деген не екендігін көрсетейін, иә? Қараңыздар. Мысалға, қазір баға қанша болып тұр? 4121 болып тұр, иә? Артын есептемей ақ қойық, 4121. Или даже вообще калькулятормен есептей салу. Ладно, не критично. 4121 болып тұр. Енді бұл 4100-ге түсетін болса, мына жерден 4120-дан 4100-ге баратын болса, 4100-ге баратын болса, ол 20 долларға түсті, дұрыс па? Яғни 20 долларға түсті. 20 доллар дегеніміз 200 пипс. Бір сөзбен айтқан кезде 1 доллар өзгеріс, ол 10 пипс болып есептелінеді. Сіздерде метатрейдерда ол паунс деп жазылып тұр, ол еще 1 паунс, ол мыңмен есептеледі, онымен жыртамай қойыңыздар, біз пипспен береміз көбіне сигналда. Түсіндіре алдым ба пипстің не екендігін? Яғни 1 долларға өзгеріс, ол 10 пипс деген сөз ғой. 1 доллар 10 пипс деп қарастырсаңыздар болады, өлшем бірлік. Чтобы есептеуге, сіздерге айтқан кезде оңай болу үшін бір-бірімізбен сөйлесуге. Солай жасалынған нәрсе. Жауап бере алдым ба, түсінікті болды ма сұрақ? Кім қойды маған сұрақты? Кім маған қойды? Қайырманат. Сұрақ қойып, жауап берген сияқты әңгіме жоқта. Хорошо, дальше. Менде хау USD шықпай жатыр, голд деген ғана шығады, разница бар ма дейді. Хау USD дегенге кіріңіздер. Голд деген ол білмеймін, может сіз какой-то бір басқа нәрсеге кіріп кеткен шығарсыз деген сияқты ғой. Сондықтан обязательно хау USD деген нәрсеге кіріңіз. Вот осындай технический сұрақтарыңыз болады ғой, соны чатқа қойыңыздар. Чатқа қалай кіреміз? Оны мен сіздерге алдында көрсетемін. Міне, телеграмға кіреміз. Мына жерге басамыз. Басамыз. Мына жерде обсудить деген жүрді. Көріп тұрсыздар ма? Обсудить чат. Осыған бассаңыздар, телеграмдағы біздің сигнал чатымызға өтесіздер. И осы жерде подписаться етесіз. Барлық сұрақтарыңызды, яғни эфирден кейін жалпы уақыт сұрақтарыңыз болады ғой, сол сұрақтарыңызды осы чатқа жазыңыздар. Осы чатта біз сіздерге жауап береміз. Окей? Түсінгенсіз? Түсінгенсіз деп ойлаймын. Дальше. Байбитпен бола ма дейді. Жоқ, байбитпен болмайды. Бізде торговля тек қана джуномен болады. Біз алдыңғы тікелей эфирде айтқанбыз. Біздің мына телеграм каналда отыру бірінші шарты сіздер барлықтарыңыз Juno Marketspен тіркелулеріңіз. Juno Marketsқа қалай тіркелеміз? Міне, закрепленный сообщение басамыз. Міне ссылка тұр. Регистрация, верификация өтіп болғаннан кейін ақшамыз саламыз, и ішінде метатрейдермен технический момент тоже оның қалай жасайтындығы видеолар бар, сонымен торговля жасаймыз. Осы аптада бізде чатты тазалаймыз. Телеграм каналымыздың ішіндегі де жай отырған адамдар, басқа брокермен торговля жасап отырған адамдар болса, біз оны телеграм каналымыздан шығарамыз. Оны алдында да ескерткенмін. Келесі. Жіберген сигнал неге не до конца бармайды? Мен талай сигналға кірдім, бірақ ол жетпейді дейді.
Мира ханым, иә? Мира ханым, біздің сигналдарымыз жетпеген кезі жоқ. Біздің сигналдарымыз жетпей қалып бу алатын болсақ, оны былайынан қарасақ болады да. Алдыңғы аптаның қорытындысын қарай саламыз, просто так. Алдыңғы аптаның қорытындысы қайда бізде? Алдыңғы аптаның қорытындысы мына жақта. Ой, біз қатты кетіп қалдық қойдым. Қаншасы еді ол бізде? Қатты астына түсіп кеттім қазір. Вроде осылардан кейін. Қазір. Сіздер пока сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен тауып алайын. Әсем ханға жоқ. Міне, қараңыздар. Алдыңғы апта дүйсенбі біз 7 сигнал бергенбіз. 7 сигналдың біреуі буу, мынау тоже 40 пипс деген бізде буу болған, 2 буу по сути. 1, 2, 3, 4, 5 сигнал бізде до конца барды. Сейсенбі 30 пипс, мынау бізде буу, қолмен жабамыз деп ескертілді, 70 пипс бізде тейкпен алынды. Сәрсенбі тейк, бір безу бітік алдық. Мынау қолмен жабамыз деп в моменте жауып тастадық. Бейсенбі полностью бізде тейкпен алынған. Жұма бізде бір безу бітік, бір 100 пипс и бір безу бітік. Сонда общий 120 пипс. Общий 1770 пипс алдық. Кешегі күн мен бүгінгі күндің де қорытындысын жаңа эфирдің басында көрсетіп өттім. Жетеді, барады, любой нәрсе. Просто күту керек. Мысалға бүгінгі нәрсе қалай болды? Мына жерлерден кірдік. Мына мен сіздерге қай уақытта сигнал бердім? Мен сіздерге сигналды мына жерде тұрған кезде 4115 оң жақта көрініп тұр ғой, мына жерде тұр. 4115-тен 115 пен 118-ден сылға кіреміз дедім. Сигнал точный дедік. Келді, ойланды, мына жақтан тейктарды алып тастап, 100 пипсті 2 рет жасап үлгеруге болатын моменттер болды. Но барды. Даже 100-ге дейін түсіріп берді. Өйткені бізде 3-ші ма тейк 100 болған примерно. Бармады емес, барып берді. Мына жерде де біз қаншадан кірдік? Бұл жерде ұмытып қалдым, 95-тен кірдік па? Тоже өзінің баратын жеріне апарып береді. Просто былай да, кейбір адамдар ойлайды, или бізде ойлаймыз, ондай нәрсе, то есть сигнал беріліп, в моменте ол түсіп кетеді. Оны ешкім білмейді, ол қашан түседі екен, қашан көтеріледі екен. Но ол в целом баратын жеріне баратындығын біз егер ықтималдықпен көрсек, ол барады. Егер ықтималдықпен көре алатын болсақ, погрешность әрдайым болады, сол үшін стоп-лосс қоямыз. Бірақ оны күту керек. 15 минут күтуіміз мүмкін, кейде 30 минут күтеміз, кейде 2 сағат күтеміз. Но бастысы оның бара ма бармай ма, ол аша салып 5-6 доллар тапқан кезде дірілдеп ана жерде ететін болсақ, ол трейдинг болмайды. Біріншіден мына эмоцияны жеңу керек. Түсінгенсіз ки, Мира ханым? Сигнал айтқанда шорт зона дейсіз, сонда бірінші міне өтте әдемі сұрақ қойылып отқан сияқты технически. Сигнал айтқанда 4118, 4115 шорт зона дейсіз, сонда бірінші цена дегенге 4118 стоп-лосс 4125 ТП етіп ашамызды, екіншісінде тура солай жазып ТП 2-ге 4. Бұлай ғой бұл жер. Былайынан түсіндірейін. 4118, мына оқып отырсыздар ғой барлықтарыңыз, мына сұрақ қойылған сұрақ, маңызды сұрақ. 4118, 4115 шорт зона деген сөз 4115 пен 4118-дің аралығында бір сделканы селға ашсаңыздар болады деген сигнал. Стоп-лоссты екеуіне де, то есть 2 сделка ашып қойсаңыздар, екеуіне де 4125. Take profit 4108-ге қоямыз. Енді біз мысалға 118-ден демес, 115-ден демес, мысалға 116-дан да ашуымыз мүмкін ғой, өйткені ортасында жүріп қалатын болғандықтан в моменте ашамыз, кейде лимитпен қоямыз. Мысалы 4116-дан ашылды дейік. Ол барады да түседі 4110-ға дейін барды дейік. Уже біздің тейк профитімізді алайын деп тұр. Сол кезде без убытокты точка входаның жанына қоямыз да 4108-дегі тейк профитімізді сәл төмендетеміз уже. Сосын 4108-ден асып 4120 соларға барады. Егер мен до конца екінші тейк профит алғым келеді десеңіздер, 4120 деп қой, 4000 қанша мынау 4100 ба? 4005, 4006-ға дейін күтсеңіздер, мысалға да, дальше түсетін болса, 4008-ге стоп-лосс қоясыздар да 4100-ге тейк профит қойып қоясыздар. И күтеміз. Егер екінші тейк профит 4100 алатын болса, сіздер уже үлкен пипс доход аласыздар. И ол наоборот артқа қайтып кететін болса, 4108-ден сіздер 100 пипстарыңызды по-любому аласыздар. Сұрағыңызға жауап бере алдым ба? Сіздер сұрақ қоясыздар, мен жауап беремін. Сосын мен жауап бере алдым ба деп қойған кезде, я жоқ деп айтпасаңыздар, мен ауаға сөйлеп отқан сияқты боламын, окей?
кеттік. Мен әлі демо шетпен сигналдарды орындап жүрмін жаттығу ретінде. Хорошо, пипсті түсіндім дейді. Кіреді, бірақ көбіне менікі оған жетпей қалады дейді. Неге сіздікі жетпей қалады да біздікі жетеді? Үлкен позицияларға сигналдарды бересіздер ма? Иә, береміз. 200-300 пипс тартта береміз. Но по ситуации қазір рынок бізде консолидацияда, то есть коррекция дейді, боковик дейді. Прям ондай үлкен нәрселер болып жатқан жоқ. Но ондай нәрселерді біз таңертең общий айтамыз. Но и плюс екінші үшінші тейк профиттарды қоямыз, оны күту керек, 2 сағат, кейде 3 сағат күту керек болады, ол жететін жеріне жетеді. Просто біз чатта 100 пипс прибыльмен жауып тастап жатамыз көбіне, и ол в целом рискті азайтады. Алдағы уақытта ол үлкен позицияларды қалай сақтауға болатындығын да көрсетеміз. Әзірше кішкентай позициялармен табыс тауып бір бірімізді түсінісіп алсақ, ары қарай ақырындап дамытамыз ғой ол нәрсені. Просто қазір мен сіздерге бәрін бере салатын болсам, ертең мия ашып, қазір мен терминдармен сөйлесем вообще мия ашып, сол үшін барынша қазақша қарапайым сөйлеуге тырысып жатырмын. Түсінікті ма? Түсіндіре алдым ба? Жауап бере алдым ба? Енді Гүлхан жазыпты: ақша төлеп кірдік қой, қалай очистка жасайсыз? Мен енді кірем деп ниеттеніп жатырмын. Енді Гүлханым, мен сізді шығарам деп жатқан жоқпын. Біз кімді шығарайын деп жатырмыз? Жұмыс жасамай жатқан, торговляда жоқ, оқымайтын, в целом пайдасы жоқ адам болатын болса, ол адам санын көбейткеннен пайдасы жоқ. Бұл бірінші әңгіме. Екінші әңгіме, басқа брокермен, басқа жақпен жұмыс жасайтын болсаңыздар, то есть бұл жақтағы бізде бірінші талап джуномен жұмыс жасау, иә, ол кезде тоже чаттан шығарылады. Ал жұмыс жасап, обратный связь, кері байланыс беріп осындай зумдарға қатысып отырған кісілер болса, әрине ол кісілер шығаруда бізде мән жоқ қой. Джуноға тіркеліп қойдым, енді ақша жүктеймін. Болды, сигналдар жақсы дейді. Получается, солай ТП-ны жылжытып отырамыз ба дейді. Ну, мен жаңа қалай айттым, солай дұрыс түсінсеңіздер болды. Рульдам запись болса жақсы болар еді. Руль запись болады деп айттық. Бір сделка ашсақ, қай тейкті жазамыз? Давайте қазір просто хорошо, онда түсінікті дейді. Енді давайте былай жасайық. Қазір 4120-да тұр. Мен примерно қазір мысалға 4000, или былай жасайық. 4000, короче, 4100 чатқа мен бүйтіп жіберем. И бір адам маған микрофонын қосып, маған түсіндіріп берсінші осын, иә? Мен былайына жіберем қазір. 4130, к примеру, просто. Ой, жаздым. Кім сөйлейтін адам дайын ма? Мен сөйлеймін деп микрофонын қосам деп дайын отқан бір адам болса. Sell zone 1, к примеру, да? Стоп-лосс, к примеру, қанша бізде? SL қанша? 4140 дейік. К примеру, әшейін мысал ойдан айтқан. ТП1 4120, да? 30-дан кірдік, 20-ға түсті. ТП2, примеру, 4110 дейік, иә? Кім микрофон қоса алады қазір? Микрофон қоса алатын адам бар ма осы жерде? Маған көмектесіп жіберуге көмек керек. Микрофон қосып, ұялып отырмыз ба барлығымыз? Ұялмаңыздар, өзіміз ғой. Микрофондарыңызды кім қосады? Дайын адам бар ма? Мира ханым ба, Айман ханым, кім бар? Асанбек мырза, Бақытгүл ханым, Балжан ханым, Ендігүл ханым. Давайте, үйреніп алыңыздар. Білесіздер ма, ең жаман сұрақ қандай сұрақ? Қойылмаған сұрақ. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Уағалейкум ассалам. Есіміңіз айта беріңіздер. Асанбек па, Бексұлтан ба сіздің? Есім негізі Бексұлтан болады. Негізі мен алтынмен енді ғана істеп жатырмын. Бірақ криптовалютамен бұрыннан істеп білемін, жұмыс жасаймын ше. Бірақ 2 жылдай болып қалды істеп жатқаныма. Алтын криптовалютадан қарағанда алтын кішкене жүрісі де жақсы да. Содан кейін алтынға қызығып жатырмын қазір. Сіздерді көріп, қалай істеп жатқан екенін түсініп алайын деп жатырмын да, позицияларын. Түсінікті болып жатыр ма енді жалпы? Мен түсінікті, негізі жалпы барлығы жақсы. Бірақ мен ойым мынандай болып отырдым, бірінші мысалы структурадан басталып, жаңа бүгінге Олай жасақ, Бексұлтан мырза, қазір ойдан бөлек мен сұрағымды қойып алайыншы сізге, сосын артық сөйлесейік. Мен сізге сұрақ қоямын, сізге. Қараңыз, мен чатқа жібердім. Мен жіберген сообщениемді көріп тұрсыз ғой, иә? Көрдім. 4130-дан селге кетті да. Енді, значит, сделка қай жерден ашамыз? 4130-дан ашамыз. Аштық. Құдай қаласа келетін болатын болса. Аштық, сөйтеміз де стоп-лосты мысалы бір нені басатын болсақ, жаңағы
сделкаге да. Иә. Одан кейін мысалға SL деп тұрады, және ТП деп тұрады. Сол жерде мысалы SL-ді басамыз да жоғары қарай. Бір мысалға 4130-дан ашсақ, 35-ке мысалға бізге примерно деп айтайық, сол жерде стоп лосс қойып қояйық. Енді тек профитті біз қойсақ та енді 4120-ға қойып жатырық. Оны Иә. екіге бөліп қойсақ та болады, жаңағыда жарты ақшамызға болмаса жарты ақшамызға бөлмей қойсақ та болады. В общем 4120-ға келетініне көзіміз жетеді ғой. Соған қойсақ уже осы жерде жаңағыдай тек профитімізді алады да, бізге сол кезде 100 пипс береді ғой. Енді осы Уже жерден өзінде. сұрайыншы, просто Иә. без убытокты түсінбей жатыр да көп адам. Без убыток болғанда мысалға келді 4130 Айта беріңіз. 30-ға келді да сөйтіп түсіп келе жатыр. 4100 мысалға 4028-ге қойды, 4027-ге сөйтіп төмен түсіре береміз да оны. Стоп лосс Сол солай кезде түсіріп зато отырасыздар ма бізде сіздер? ау Қайтадан без убытокты қайтадан айтыңызшы, без убытокты қалай түсіретініңізді. без убыток деген мысалға 4130-ға кірдік қой біз Иә. позицияға. Қай жерге Сөйттік та келген кезде оны без убытокқа қоямыз? стоп лоссты біз 4135-ге қойған едік Иә. негізі басында. Иә. Енді біз жайлап соны 4130-дан емес, енді 4128-ге қоямыз да оны. Қай кезде? 4027 Қай кезде? Баға қай егер жерге түскенде? позициямыз төмен түсіп бара жататындай болса, Мысалға егер қандай бізде плюсте болатын болсақ жағдайда да, қанша пипсқа түскен кезде без убытокқа қоямыз мысалға примерно? бір 10 пипсқа түсетін болса, уже 5 пипстан бастап қоя берсек болады. Олай да болады, бірақ жөні енді менің Бір 10 түсінігімде пипсқа қойсақ негізі дұрыс болады да сол кезде. Нормально, просто зато без без убыток убытокта көп аламыз. плюсте болып тұрамыз да. Бексұлтан мырза, былай да, ол жөн шығар, бірақ без убытокты көбірек алмай, текті көбірек алу керекпіз ғой біз. Сондықтан біз Ол қалай қайттан айтамыз? ол негізі зонаға қайттан келіп қалуы мүмкін да. Иә. Сондықтан Сол жерлер бар. 4130-дан ашылса, Енді ол әртүрлі жағдайларға да байланысты, кейде жаңалық шығатын жағдайлар болады, сол кезде қатты жүріс болады ғой, иә. Ол кезде сөйтіп отырсақ та болады деген дейді ғой. ол трейдинг болмайды, Бексұлтан мырза. Ол трейдинг болмайды. Ашылды ма, біз определенный өзіміздің, енді әр адамның өз қағидасы бар. Мен қазір өз қағидам жеткізгім келіп жатыр да. Мысалға қалай? 4130-дан аштық. 4120-ға жетеді деп тұрмыз ғой. Ол 4130-дан хотя бы 25-24-ке түскен кезде, то есть 50-60 пипс уже біз пайдаға жеткен кезде, без убытокты 10 пипсқа ғана қоямыз да күтеміз. Take profit бізде 4120-да тұр. 4120-дан. Сөз take profit алатынға көзім жетеді сол кезде. Иә, уже, мысалға уже біз 25-26-ларға келген кезде без убытокқа қойдық қой 10 пипсқа. Енді дальше мысалға. Уже 20-ға қалды, бір 22 соларға жақындаған кезде take profitті төменгісіне түсіреміз да. Ой, шатасып кеттім. 4120-ға, иә, 4120-ға жақындаған кезде стоп лоссты қозғамаймыз. Take profitті 4110-ға қоямыз. И тағы да уже мысалы 20-дан асып 15-16-ларға түскен кезде стоп лоссты бірден 4120-ға қоямыз. Сонда либо біз 100 пипс аламыз, либо жаңағыдай 150 пипс аламыз деген сияқты ғой. 150 пипс аламыз. Қанша, иә, сондай. Осылайынан жасаған жөн ғой. Сұрағыңыз қандай, Бексұлтан мырза? Мен негізі криптовалютада жұмыс жасаған кезде көбінесе бізде андай ұзақ позицияға жасаймын да мен. Бір күндік, 2 күндік, бір апталық күтемін да. Енді ол сәл жылдамдау болып отыр маған негізі. Жаңағы 5 минуттық, 10 минуттық аз нелер келе жатыр да. Мен ойым жаңағыдай үлкен неге қойсаңыз жақсы болады деген ғой, жаңағыдай нақты алатындай сигналдар берсеңіз да. Бірақ көбінесе новичоктар сияқты ғой, мына жақта ше. Енді көп жаңадан үйреніп жатқан адамдар бар сияқты. Былай ғой, Бексұлтан мырза, негізі ұзағынан алу деген нәрсені жақсы айтып отырсыз ше. Ұзағынан біз енді 1-2 күнге, мен өзім дей трейдермін. Мен негіз әртүрлі трейдерлер бар. Біреулер аптасына бір рет кіретін трейдер болады, айына бір рет кіретін трейдер болады. Мен күніне кірем. Күнделікті кірем. Мен сол өткенде сізден басынан сұрадым ғой сол уақытта қалай аласыз деп. Сөйтсем сіз мысалға жаңағыдай бір күндік позициялармен жүргенсіз, мен негізі бір апталық позициялармен жұмыс істеген жақсы көремін да. Мен олайынан кірмеймін. Мен дей трейдермін. Бірақ мысалға анализ қалайынан жүреді. Таңертең сағат 4-5-те тұрам, бір анализ жасаймын, и примерно определенный 2-3 точка вход ашады, чатқа жіберем, ол бірақ сигнал емес, ол анализ. И ол сигналдарға подтверждение болған кезде, подтверждениемен сигнал қылып біз чатқа жіберіп отырамыз. Яғни таңғы анализға сүйене отырып,
біз күндізгі уақытта қарап отырып Э, жасаймыз да, либо алдын сол ала сіздер лимит байқап қойып отырып кетсе қай де жерде болады. жаңа көп ликвидациялар бар, соларды алып кетеді екенсіз да. жаңа откатпен жұмыс істеген жақсы көреді екенсіз да. Енді солайынан жұмыс жасамаса қайта иә қайта кіре берген кезде біз слив жасау риск иә көбейеді иә. ғой. Скальпинг болса, мен М, скальпингпен айналыспаймын көп жағдайда. Мен өзім енді жаңа үлкен ақшаның темасымен жасаймыз да. Солайынан э, оңай жүреді. жақсы, негізі сигналдарыңыз жақсы, рахмет. Мхм, жақсы. Хорошо. В общем, безубыток деген нәрсені түсіндік деп ойлаймын мен. Өйткені безубыток біздің проблемамыз болып кетті соңғы кезде. Тағы кімде қандай сұрақтарыңыз бар, жазыңыздар. Сұрақ болса, болмаса 5 минуттай уақытымыз бар. 5 минуттан кейін біз эфирімізді аяқтаймыз. Қазір мен чатты тағы бір тексеріп жіберейін. Жарты ақшаны бөліп деген қалай дейді. Жарты ақшаны бөліп деген мысалға, давайте ол нәрсені қазір айтпай ақ қойық, қазір ми ашып қалады да бізге. иә, қазір ше негізі бастапқы нәрселерін айта берген дұрыс Иә, сияқты керек ғой емес, ми негізі ашып ше. қалады. иә иә Попроще жаңағы қалай қарапайым айтылды, иә, қарапайым нәрсемен түсіндіре берген дұрыс сияқты көрініп сол жатыр да. қарапайым нәрсе тұра тұрсын. иә Потом иә уақыты келген кезде, опыт жиналған кезде, ары қарай ол жарты ақшаны бөлу, ашылған лоттың қалай жартысымен жауып тастау, жартысын қалай қалдыру деген нәрсені потом уақыты келген кезде үйретеміз оны. Тағы кімде қандай жаман емес. сұрақтар бар? Ой, кім не істеліп кетті ой деймін. Не болып кетті, өшіп кетті ме, нәрсе болып қалды. Дауысыңыз өшіп қалды ғой, кім мырза, иә, Бексұлтан. біраз нәрсе негізі түсінікті болып жатыр. Негізі жақсы сигналдар келіп жатыр. негізі азанды сағат 4-те бастаған сол маған да ұнайды ше. Азанға жақсы нелер келеді да. Жаңағыдай азанда жақсы қозғалыстар жүріп жатыр ғой. Иә, өйткені криптода азиатский сессия, лондонский деген нәрсе жоқ қой. Бізде мысалы азиатский иә сессия бір көтеріп түсіріп беретін болса, все, уже бізде екі зона дайын тұр. Франкфуртты қатты да қараймыз, қозғалыс Лондонды да жасайды қараймыз. екен Ау? алтында. Ал криптовалютада оны шли ондай жаңағыдай рөл ойнамайды да. Азиатский наоборот жаңағыдай аз қозғалыс жүреді ол кезде ше. Ол рас, Көбінесе шортқа кете бастайды ол кезде. ол рас, ол рас. Қанша минимум кіру керек дейді. Мира ханым, сұрағыңызды түсінбедім. Қанша минимуммен кіру керек дейсіз ба? Вообще риск менеджмент деген нәрсе бар. Мысалға депозит $100 болатын болса, риск менеджмент вообще 1% пен 10%-тің аралығында деп айтады білімділердің бәрі, ақылдылардың бәрі. Мен өзім лично рискім 10% депозитке. Анализ ба? Анализді айтып отырсаңыз, мен анализді мысалы бір күндікпен бір қараймын, 4 сағаттықпен бір қараймын, 1 сағаттықпен бір қараймын, примерно уже имбалансы бар, ликвидность бар, бәрін қарап болғаннан кейін точка входыға уже примерно свечаның түріне қарап, примерно зонаға жақындаған кезде уже свечалардың түріне қарайсың, анаған қарайсың, мынаған қарайсың, өзі айтады свеча, мені ал, мені сат деген сияқты. И сол жерде примерно сделкаға кіреміз. Подтверждениені мен 15 минутпен бір подтверждение аламын, екінші подтверждение, последний подтверждение 5 минуттықпен бір қараймын да, тынк сигнал жіберемін деген сияқты. Осы жер негізі подтверждениесінде тағы бір айтып жібересіз бе, жақсылап бір көрсете аласыз ба негізі? Тағы да жаңағыдай нелерде өз жаңағыдай графикте көрсете аласыз ба Көрсетейін. Мысалға, подтверждениеларын? бүгінгі ситуацияларды разбор жасайық, иә? Кейбір кезде осы кезде көбінесе шатасамыз, мысалы кейде астын ұстаймын деп ойлаймын да, мен де кейде құлап бара жатады ғой. Иә, Сол кезде көбінесе астын ұстап қаламын, астын ұстап қаламын дейді, көбінесе минусқа кетемін да мен де. Сол иә. кезде сіз қалай істейсіз, жұмыс жасайсыз? Давайте мен примерно бір Мысалы болмаса анализ. көтеріліп кетіп бара жатады, сол Түсіндім, кезде де түсіндім. Былай сіз жасайық. қалай Біз жұмыс жасайсыз? уақыт аз қалды, бізде қазір 9-да келесі эфир басталады да, сондықтан қазір мына жерде мен Жарайды, қысқа рахмет. нұсқа түсіндіріп өтуге тырысамын. Мысалға, бүгінгі күн қашан басталғанын білеміз. Міне мына жерде көрініп тұр да, экран көрініп тұрса, бір чатқа жазып жіберіңіздер. Мына жерден басталды. Қазір мен, к примеру, 4 сағаттықпен бір қарайық. Қазір график жөнделіп алсын. Графикқа келдік, қарадық. 4 сағаттықпен бүгінгі күн примерно мына жерлерден басталды, мына свечалардан басталды. Біз қараймыз, не бар, не жоқ деген сияқты. Мынау фиолетовыймен бүйтіп сызып қойған не? Біздің кешегі зонамыз. То есть зона біздің саппорт зона дейді, немесе линия поддержки, зона поддержки дейді. Зонамыз бар. Негізі мықты зона, күші бар зона. Окей. Кеше не істеді? Кеше вообще в целом бізде нормально түсіріп берді. То есть 2-3 күн бойы түсірді. Біз көрдік. Ого деп түсіріп тастады. Уже даже 4000-ға дейін бар, 4000-нің астында дым жоқ, біз оны точно білеміз. Но мына жерде бір имбаланс болған, сол имбаланс қалып кетіп, ол имбалансты біз енді 1 сағаттық графикпен қарадық, 4 сағатта имбаланс жоқ, бұны алып тастай салса да болады. Уже бұған, скорее всего, келу ықтималдығы төмен.
Бізде 4000-нің астында смысл жоқ. 4000-нің төңірегінде покупательдер бар, оны ар жақтағы историялармен айтылатын нәрсе. То есть біз білеміз, мына жерде зона поддержки бар. Мына ликвидностьті уже алды, шешті кеше, сөйтті де мына жерге келіп тірелді бүгінгі күн. Окей, не бар? Зона поддержкиіміз бар, и зона мына жақтан тоже. Бұл ненің историясы, қазір бір тексеріп жіберейік. Мгм. Бұл тоже өзінің определенный зона бар. То есть бұл иногда, то есть андай орташа зона ғой, не сильный зона. Негізгі біздің зона, баратын зонамыз мына жерлерде. Тоже ликвидность бар, қалып кеткен жерлер. Мына ликвидностьтар алынған жоқ. То есть мына жақтарда біздің определен зонамыз бар. Мен примерно түсінемін. 4100 бен 4050-дің аралығы мықты зона. То есть мына жер мен мына жердің аралығында точно зона бар. Но, то есть 50-ден төмен түсіп кетпейді, скорее всего, и 100-ден асып кету ықтималдығы төмен. То есть азиатский сессияда, біз азиатский сессияны қарап жатырмыз ғой. Кірем, қарайым, бір сағатқа қарайым, не болып жатыр. Бір сағаттық графикқа қарадық, бір сағаттық графикта тоже міне 52-де, то есть тоже сол нәрсе бар, тік-тік. И біздің график не істеді? Мына жерден басталды, келді, түсіп берді, 55-тен қайтты. То есть мен білем примерно 50-55-тен қайтып көтеріліп кететін. Тік, мына жақтан түсіп берді. Енді мен тұрамында примерно қазір мына жаққа уже қызыл свечаның кезінде біз қарадық. Окей, мына уже бір рет соғысып қайтып кетті, көлеңке тастап. Тез алмады, жақындайды алмады даже 55-ке. Кіреміз 15 минутқа қараймын. Не болып жатыр? 15 минутта более четко болады. 15 минуттық графикқа кіреміз, қараймыз, не болып жатыр? 15 минуттық графикта мына жерде көлеңкелер толып тұр. Міне көрініп тұр ғой, да? То есть мынаны алып тастайыншы пока что. Міне мына жерде көлеңкелер толып тұр. Тез алмай 64-те жүрді. Өйткені 64-те кішігірім зона бар, саппорт зона бар. Окей, тесті 64-ті, тескеннен кейін ол біздің зона 50-ге бардып, 55-ке бардып, қайтып кетті. Окей, келесі 60-тан тұрды, 55-ке қайттан барды, қайттан қайтып келе жатыр. И свеча жабылды, к примеру. То есть екі свечамен біз мына жақта 3 свечамен көрдік, что вообще төменге түсе алмай жатыр. Одан кейінгі 2 свечамен ол тоже түсе алмай жатыр. Одан уже 5-ші свеча примерно мына көтеріліп бастайды. Примерно 60-тан кірдік лонгқа. 60-тан кірдік, 70, примерно 15 минуттың ішінде 70, тағы 15 минуттың ішінде примерно 77-80, то есть 80-ге дейін барады. То есть 80-ге барады дедік біз примерно, да? То есть 80-ге барды. Тік, окей, классно, күшті. Примерно осындай нәрсе. Мына жер қатты момент емес, но тоже келеді. Но четкий ТВХ мына жерде тағы бар, мысалға. Мына жердің зона екенін білеміз біз, мен 4100 екен таңертең айттық. Таңғы сағат 4-те жіберіп қойдық. Біз байқадық, төменгі зонаны барды, бір соғысты, сөйтті де енді жоғарғы зонаға мына жерден жете алмады, значит коррекция алды да қайтадан барды. Мына жерде кіру ол қауіпті. Біздің жоғарғы таңертең сызып қойған зонамызға келді, қараймыз. Көлеңке, то есть тік көлеңке сызын. Мынау барды да 4098-ден қайтып кетті. Мынау одан сайын көтерді. Мен мына жерде ойладым, тесетін шығар дедім, өйткені мына свеча әдемі жабылды. Мына свеча барды, тағы да барды, тік қайтты. Примерно осы жерлерден біз уже шорт қарауға ықтималдығы жоғары, өйткені мынау тұрып былай қарай түсе бастады ма, тік мына жерлерден 94-93 и примерно мына жерлерден 95-ке кіруге болады момент. Тік кірдік, мына жерге кірдік, примерно 100 пипсімізді алдық. Қайттан көтеріп кетті. Осы жерде көп адам без убыток ұстап қалды. Ну, это нормально. Қайттан перезаход бола ма дедік, перезаход болады дедік, перезаход кірдік. То есть 97-лерден кірдік, барды, 80-ге шейін түсіріп берді, почти 150 пипс алып берді. Сосын барды да уже ары қарай жоғары қарай жарып кетті. Мына жерде мысалға, мына жерден 3-ші рет, 4-ші рет уже кіру, то есть бессмысленно. Неге? Мысалға, мына свечаны көріп тұрмыз, әдемі, жоғарға. Мына свечадан кейін мен өзім вообще қорықтым кіруге. Уже шортқа кіруге болмайтын сияқты көрініп тұр, көлеңке көп. Мына свечадан да примерно бізде көлеңке көп. Мына свеча тұрды да, уже мынадан кейінгісі қызыл болатын болса, шортқа кіруге болады. Но бұл тұрды да тесіп өтті бір свечамен. Все. Бұл уже жоғарғы зонада. Жоғарғы зонада ойнап келді. Мына бір хайын жасады да, қазір қайтып баратыр. Кесті ма, болды, все. Мына уже жоғары қарай қайту ықтималдығы төмен. Өйткені біздің зонамын көрдіңіз ба? Импульсивно түсіп келе жатыр. Белгілі бір зоналар болады. Ол зоналарды қалай анықтаймыз, ол уже ұзақтау әңгімеге кетіп қаламыз. Но примерно менің точка входамның, то есть примерно беріп тұрған общий анализім осылай. Но бұл жерде менде имбаланс деген нәрсе бар, ордер блок қараймын мен по-любому, зонаның күшіне қараймын, историяны кіріп, ликвидностьтар тексерем, қай имбаланс алынды, алынбады, ордер блок алынды, алынбады деген сияқты әңгімелер бар. То есть 5 минуттық более углубленный әңгімелер бар, 1 сағаттың әңгімелері бар деген сияқты ғой. Солайынан кеп зерттейміз негізі. И соған байланысты точка входа табылады.
просто так кіре салу, то есть о мынау көтерілейін деп жатыр, түсе салайын деп жатыр деп мен көп жағдайда кіре қоймаймын негізі. Сондықтан күніне мен в основном примерно азиатский сессияда 2 точка входа беремін, Франкфуртта 1 точка входа болады көбіне, и Лондонда 1-2 болады. Сонда общий примерно 5-6 точка входа шығады бізде. Примерно в целом осындай нәрсе. Түсіндіре алдым ба енді? Түсінікті болды деп ойлаймын, енді барынша қарапайым айтуға тырыстым. Чатты қара жүрек не болып жатыр екен. Көбіне сигнал қанша минуттықпен жібересіз? Сұрақ түсініксіздеу, Мирахан. Қанша минуттықпен жібересіз деген нәрсе жоқ қой. То есть в моменте жіберіледі, либо алдын ала общий айтылады да, потом ТВХ-лар жақындаған кезде примерно ТВХ шықты, подтверждение бар дейміз да, так кіреміз деген сияқты ғой. Иә дейді, запись жібере саласыз қой повторно. Иә, бұйырса. Жақсы, онда ханымдар мен мырзалар, жалпы бүгінгі негізгі түсіну керек нәрсе, соңғы бір сұрақ шықпай тұрып на эфирден сұрап алайын. Точка входа, без убыток, стоп лосс, тейк профит қалай өзгертеміз, қалай ауыстырамыз деген нәрсе түсінікті болды ма? Егер иә болса, чатқа осы жерге иә деп жазыңыздар. Келесі момент, енді общий кішігірім болса да анализ жасаудың әңгімесіне келтірдік. Еще фундаментальный анализді айтқан жоқпыз, ана жақта фьючерс контракт деген нәрселер орда айтқан жоқпыз деген сияқты. То есть общий әңгімелер көп негізі айтылатын. Оларды енді бұйырса уақыты келсе оларды білмеймін, ол былай әшейін бір сағатта айта салатын әңгіме емес, ол үлкен білім. Осындай нәрсе. Ертең енді білмеймін, көреміз, таңғы 4-те как обычно әдеттегідей тұрамыз, ТВХ шығатын болса кіреміз, ТВХ шықпайтын болса күтеміз деген сияқты. Неғұрлым сделкаға азырақ кірсеңіздер, байқасаңыздар, табыстарыңыз соғұрлым көбірек негізі ше. Өйткені өз өмірімде де өткен нәрсе ғой. Иә, рахмет. Иә, түсінікті. Запись бар ма? Қандай таймфрейммен кіремін? Мен өзім жаңа айтқанымдай 15 минутпен 5 минутпен мен уже точка входаны табам. Ну, ол, то есть точный точка входа табу үшін ұшынан ғана ұстауға. Байқасаңыздар, біз ұшынан ұстаймыз. Ортасынан кіріп қалмаймыз. Біз ұшынан ұстаймыз да түсеміз деген сияқты ғой. Бірақ түсу үшін кішкене уақыт керек. Жақсы, қандар мен мырзалар, тікелей эфирді мен қазір аяқтаймын. Записі телеграм каналымызға жіберем. Айтылған нәрселерді білесіздер, енді пайдаланыңыздар дұрысынан, оңынан. Табыстарыңыз көп болсын, оңынан болсын. Ал эфир біткеннен кейін чатқа, телеграм каналға, жалпы тікелей эфир жайында кері байланыстарыңыз берсеңіздер. Кері байланыс деген нәрсе эфир күшті ол ақақа емес. Вот реально мына жерін түсіндім, мынандай пайда алдым. Мына жерде мақсат өтірік бір бәле сөйлей салды. Мына жерде мақсат пайдалы нәрсе айтты. Вот осы жерін өзіме алдым деген нәрсені телеграм каналға, именно жаңағы комментарийға жазсаңыздар, чатқа жазсаңыздар, лучше комментарийға, именно тікелей эфир деген астына кері байланыстарыңызды жазсаңыздар болады. Қазір мен кері байланыс деп жібере саламын, пост сол жерге жазыңыздар да. Все, жақсы, сау, аман сау болыңыздар, қайырлы түн, қайырлы кеш болсын.